бүгін мен сіздерге антибиотик тақырыптарын айтқым келеді. Жалпы бүгін сіздерге қарапайым тілде түсіндірем, бірақ медициналық тілді қосуға да тура келеді. Жалпы антибиотик, мысалы сізге қараңыз, аптекаға бардыңыз, сіз цифазолин алуыңыз керек, бірақ сізге цефтриаксонды немесе цефамет сынды, цефтри сынды дәрілерді ұсынып жатыр. Составтары бір деп. Сіз соны алып жүрсіз ба? Егер сіз алып жүрген болсаңыз, онда қателестіңіз. Каналға тіркеліп, достарыңызға жіберіп, лайк және комментария жаза отырыңыз. Ал не үшін алмау керек екендігін мен сіздерге айтып түсіндіретін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жалпы антибиотик деген аты айтып тұрғанда анти, қарсы деген мағынаны білдірсе, биос деген ол жизнь, яғни өмір деген мағынаны білдіреді. Антибиотиктер бізде ол микроорганизмдерді өлтіреді, микроорганизмдерге қарсы жұмыс жасайтын дәрі-дәрмектер болып табылады. Енді жалпы біздің организмімізде стрептокок болсын, жаңағыдай стафилокок болсын, әртүрлі бактериялар біздің организмімізде аурулар тудырып жатады. Ал соны өлтіру үшін біз антибиотикті қолданамыз. Ең алғаш бізде осы антибиотиктерді пенициллин құрайды. Ең алғашқы дәрі ол пенициллин. Қазір біз аптекалардан бұл дәріні таппаймыз. Неге? Себебі уже ол дәрінің оның күші әлсіреп, оның атауымен басқа, оның составтары өзгеріп, басқа антибиотиктер шығып жатыр. Жалпы пенициллиндердің құрамына кіретін ол бізде жаңағы ампицилин препараты болып табылады. Ампицилин ол пенициллиннің құрамына кіреді. Классификациясы бойынша. Пенициллин жалпы ол енді осы жерде химиялық структурасы, жалпы қалай қызмет атқаратын механизм действиясын қарастырып кетейікші. Пенициллин бізде бета-лактамды кальцияны құрайды, және осы бета-лактамды кальция бактерияға әсер ету барысында бактерияны өлтіреді, немесе оның әрі қарай өсіп, бөлініп, дамуын тежейді. Бактерия бізде антибиотиктер екі түрлі қызмет атқарады. Ол бактериоциттік және бактериостатикалық. Циттік деп отқанымыз ол бізде бактерияны түгелдей өлтіріп тастайды. Ал бактериостатикалық қасиеті ол жай ғана бактерияның әрі қарай өсуін, бөлінуін, көбеюін тежейтін процесс болып табылады. Жалпы қалай әсер етеді дейтін болсақ, қарастырайық, мынау бізде бактерия деп алайық. Біз пенициллинді қабылдадық. Пенициллинді қабылдаған кезде жаңа оның структурасы бактерияның самый ұқсас құрылымы бар. Сол бір-біріне ұқсайтын жерге барып жабысады. И осы жерде бактерия бөлінуге әрекет жасайды. Бірақ ол бөлінейін деген кезде бұл жаңағы антибиотик бізге оған кері әсер етеді. И получается, ол бөлініп жатқан кезде уже ол өзінің қасиетін жоғалтып, уже бактерия осы жерде өледі. Және өсуін тежейді. И осы қабылдай беріп, адам уже антибиотик қабылдаған кезде бактериялар тоже самый ақылды, и олар жаңағы бактерияның структурасына қарсы бета-лактамаза атты ферментті жасап шығарады. И получается, мынау бактерия бізде бета-лактамаза ферменттері осы жерде жанында орналасады, и антибиотикті қабылдаған кезде антибиотиктің құрылысы енді бактерияға емес, осы бета-лактамаза ферменттерімен әрекетке түсіп, уже олар бактерияны өлтіруге деген күші әлсіреп бастайды. Получается, бактерия бұл жерде өлмейді, ол әрі қарай өсіп, ол дамып, сіздің жаңағы ауруыңызды әрі қарай күрделендіріп жібереді. Получается, бұл жерде байқайтындығымыз уже организмнің, бактерияның оған устойчивости артып кетті. Получается, сіз бір антибиотикті қабылдайсыз, и оның просто бактериялар оған қарсы антизаттарын шығара береді. И бізде бактерия уже күшейе береді организмде. И сондықтан да адамдар осы жерде цефалоспориндер тобын жасап шығарды, ғалымдар. Цефалоспориндер дегеніміз не? Цефалоспориндер олар тоже антибиотиктер, осы бета-лактамды типтен тұрады, и оның өзі 4 топқа жіктеледі. Қазір мына жерге кесіп кетем, сол жерден көре аласыздар. Жалпы бірінші тобына бізде цефазолин жатады, екінші тобына цефуроксим жатады, үшінші тобына цефтриаксон жатады, төртінші тобына цефепим дәрілері жататын болады. Бұл дәрілердің реттік саны өскен сайын олардың әсер ету механизмі тоже самый өсе береді. Мына жақта бактерия өзінің күшті, мықты болып жатыр да бактерия, и соған байланысты мықты антибиотиктер керек бізге, оны өлтіру үшін, чтобы
әрі қарай размножение болмас үшін. И сондықтан жаңағыдай цифрлына қарай әсер ету механизмі де артады. Осы жерден түсінуіңіз керек. Цифазолин ол бірінші топқа жатады, ал цефтриаксон ол үшінші топқа жатады. Получается, сіз цифазолинді қабылдап жүріп бірден цефтриаксонға көшіп кететін болсаңыз, онда сіздің келесі жолы цифазолин сіздің организміңізде бактерияларға кері әсерін тигізе алмай қалады. Сондықтан да осы жерден түсініп алуларыңыз керек. Цифазолиннің орнына цефтриаксон немесе цефтри, цефемид дәрілерін қабылдауға болмайды. Ең бастысы антибиотикті қабылдаған кезде оның қарапайым сол ампицилиннен бастап қабылдауыңыз керек. Біздің қарапайым халық, мен тез жазылуым керек, мен көп ауырып кеттім, иммунитетім түсіп кетті, тағысын тағы бірден жаңағы қымбат, маған мықты мощный антибиотик бер, то что менің сразу мен жазылып кетейін деген сияқты айтып жатады. Ал оның барлығы дұрыс емес. Себебі сіз әртүрлі мықты, әлі сіз қанша өміріңіз барда алдыңызда білмейсіз, сізді қандай аурулар күтіп тұрғанын білмейсіз алда, ал сізді мықты антибиотик, мықты бактериялар тудыратын, сіздің организмге кері әсерін тигізетін аурулар бар, которые. Ал сіз ол ауруларға қандай антибиотик қабылдайсыз? Егер сіз құттай ғана тұмаудың өзіне цефтри немесе цефтриаксон қабылдайтын болсаңыз. Достар, сондықтан да бұл жерде қателеспеңіздер. Антибиотикті таңдау ол сіздің құқығыңызда емес. Дәрігер біледі сізге қандай антибиотиктің керек екендігін. Сондықтан да дәрігерге баруға міндеттісіздер. Себебі анықтау керек, ол сіздің организміңізде тұмауды немесе басқа ауруды қандай бактерия тудырып тұрғандығын анықтау керек. Соған қарай сізге антибиотик тағайындайды. Соны ұмытпаңыздар. Келесі, жалпы біз антибиотиктерді қабылдаған кезде олардың кері әсерлері бар. Қандай кері әсерлері? Ол сіздің қаныңыздың азайып кетуіне, жаңағыдай почка, печеннің қызметінің төмендеуіне, сонымен қатар иммунитетіңіздің төмендеуіне кері әсерін тигізеді. Қалай десеңіздер, жалпы бізде антибиотик, ол айтып тұрмын ғой, кері, жаңағыдай өлтіремін, қарсы деген, яғни микроорганизмдерді өлтіру қасиетін атқарады. Ал ол біздің организмімізде де қажетті, өзіміздің собственный микроорганизмдеріміз бар ғой. Олар таңдап отырмайды, мынау қажетті емес бактерия, мынау қажетті бактерия сияқты таңдамайды, и ол барлығын өлтіре береді. Получается, біздің пищеварительный трактта жаңағыдай ас қорытуымызға көмектесетін, оның кері сіңіруіне көмектесетін қажетті микрофлорамыздың барлығын өлтіріп кетеді. И ол біздің өзіміздің собственный микрофлорамыз өлгеннен кейін біздің иммунитетіміз төмендеп бастайды. И осы кезде диарея, іш өту, әлсіздік сияқты процесстер болады после антибиотик. И сондықтан да аптектегі фармацевттер сізге айтады, антибиотиктен кейін міндетті түрде энтерожермен, ферталь немесе нормобак сынды дәрілерді ұсынады. Неге? Себебі ол сіздің өзіңіздің жаңағы собственный өлген бактерияларыңызды қалпына келтіру үшін. Сондықтан да антибиотик қабылдаған кезде міндетті түрде осындай қосымша өзіңіздің собственный микрофлораңызды қалпына келтіретін дәрілерді қолдану ол өте маңызды. Себебі сіз антибиотикті ішіп алдыңызда бактерияларды өлтірдіңіз, и сіз бактерияларды өлтіргеннен кейін сізде уже иммунитет төмендеп бастайды, әлсіреп бастайсыз, бәрібір сразу жазылып кетуіңіз қиын болады. Оның барлығы сіз өзіңіздің собственный микрофлораңызды қалпына келтірмеген соң. Сіз антибиотик алғаннан кейін міндетті түрде сондай препараттарды алуды ұмытпаңыздар. Ол өзіңіздің организміңіз үшін керек болып табылады. Сіздерге ең басты айтатын өтінішім, антибиотикті оңды солды қолданбаңыздар. Антибиотиктің де көптеген кері әсерлері